боранда қақаған қыстың кезінде қазақ халқын және де бүкіл совет халқын қиыншылық басқан кезеңдерде қорғап Мәскеуді немістердің қолына өткізбеу үшін сол майдандарда ерлік көрсеткен Бауыржан Момышұлы жайлы бүгін біз сіздерге айтатын боламыз. Сіздермен біз қазақ елі арнасы. Неміс басқыншыларының кезінде түрлі Совет одағының бүкіл 15 республикалық жерінен қаптаған қалың әскер аттанды. Әскердің көп болғанымен немістер мұздай қаруланған, танкі ұшақтары қамтылған, Кеңес одағын оп-оңай жеңіспен басып алып келе жатты. Әу баста Целиноградтан бір-ақ шықты. Неміс әскерін тоқтату үшін Қазақ-Қырғыз даласынан 316-шы атқыштар дивизиясы құрылып, майдан шебіне жөнелтіледі. Осылайша Кеңес одағының қатты немістерден зардап шеккен кезінде немістер Мәскеудегі Кремльді өртемек болады. Сонда одан қорыққан орыстар Мәскеудегі барлық үйді Кремль тәріздес қызыл түске бояп тастайды. Ал енді Бауыржан Момышұлына келсек, 1910 жылы 27 желтоқсанда дүниеге келеді. Туған жері Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау қыстағы. Батыс майданындағы 16-шы армияның 316-шы және батальон командирі. Ұлы Отан соғысына генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизияның құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысты. 1941 жылдың 16-18 қараша күндері Вермахтың Мәскеу бағытында екінші мәрте жасалған жорығы кезінде аға лейтенант Момышұлы басқарған батальон дивизиядан қашықтықта Матронино деревнясының жанында асқан ерлікпен ұрыс жүргізді. Білікті комбаттың басшылығы арқасында 3 күн бойы фашистер шабуылынан тойтарып, батальон үлкен шығынсыз ұрысқа қабілетті жағдайда қоршаудан шығады. Бауыржан Момышұлы атамыз Ұлы Отан соғысында осындай ерліктер көрсеткен. Бір қызығы, Ұлы Отан соғысы жылдарында 2 қазақ қана дивизия басқарған. Оның біріншісі Бауыржан Момышұлы болса, екіншісі Әбілқайыр Баймолдин. Бауыржан Момышұлы соғыстан кейінгі әскери өзінің өмірін аяқтағаннан кейін жазушылықпен өзінің бастан кешіргендерін айтып, кітаптар шығарып, келер ұрпаққа деген өзінің нақылдарын қалдырған. Осы видеомыздың соңын Бауыржан Момышұлының нақыл сөзімен аяқтамақшымыз. Опасызда отан жоқ, отанда опасызға орын жоқ деген екен. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылыңыздар.